Ассалаумағалейкум қазақ елі. Көптен бері видео салмағалы біраз уақыт өтіп кетті. Біздің тоғанымыз биыл 23 жылдың ноябрь айында ұмытпасам жоқ қазан айында болу керек, аяқ жағында шамамен 4,5-5 мың штуктай карптың шабақтарын салдық. Биыл міне қыстатып жатырмыз. Бүгін 25 ақпан. Тоғанымыздың жағдайы осындай болып тұр. Мұз қатпаған, неге мұз қатпаған дейтін болсаңыздар, скважинаның суы. Сосын мына жағы тікелей жел соқпағаннан кейін, ық болғаннан кейін мұздың қатуы өте баяу. Мына жерде кормушкамыз орналасқан. Кормушкаға жем салып көрдім. Бірақ су салқын болғасын ба, жемім сол күйі қалыпты. Где-то бір 1 литрлік ыдысқа салып, мына жерге, мына тұсқа шашқам. Бірақ ешқандай жем желінбеді. Сосын жем салуды вообще қыстың күні тоқтатып отырмыз. Жалпы өзі технологиясы бойынша қыс уақытында анабиозный состояниеде балықтар қоректенбейді. Әсіресе карп, маун балықтар. Тоғанның жағдайы міне осындай. Суымыз сағатына, насостың қуаттылығы, су беру қуаттылығы сағатына 5-7 куб. Шотында 7 куб, 5 куб деп жазылып қойған. Бірақ 7 кубқа дейін лақтырады дейді, егер қатты биіктік ондай қатты жоғары болмаса. Бізде қазір шамамен 5 метрден төмен қарай яма қазғанбыз. Мына жақта оны алдыңғы видеоларда көрсеткенбіз. Мына тұста неміз бар, ямамыз. Сол жерден 1 метр терең болып қазып, ары қарай 5 метрде су көрініп тұр трубаның ішінде. Қазір мына жақта кішкене мұз қатқан, бірақ ол мұздың қалыңдығы ондай қатты әсер етпейді. Оны ойып, не қылып жатпаймыз. Осындай скважинамен құйып отырамыз. Бұйырса енді мына осының суының бәрін тартып, көктем айында мына жерлерге бір каркасный бассейн қойып, мына тұсқа ішіндегі балығын бәрін санап, точно көз жеткізіп, қанша мың штук бар екен. Мынаны бір апта кептіреміз. Кептірмесек болмайды. Қазір қыс бойы балықтың шырышы бар, органикасы бар, жаңа денесінен бөлінген. Шөптің қалдықтары бар, басқасы бар. Табаны әжептеуір илы жиналады. Соны бір кептіруіміз керек. Сосын тырмалап, ары қарай активация жасап, қиту. Құдай қаласа сол балығымызды қайтадан мынаға көшіріп, осы тұсқа көшіріп, осы ішіне су құйып салып, ары қарай күзге дейін өсіріп көреміз. Басымнан өткен бір жағдайды айтайын. Осыдан 1-2 жыл бұрын, ұмытпасам, күзде шабақ салдық. Оның алдында 2 жылдай су кептірілмеген. Көктемде балығымыздың бәрі өле бастады. Сондықтан ондай нені қайталамаңыздар. Жаз бойы ерінбей кептіріңіздер. Қыстатудың алдында. Хотя бы 1 ай жақсылап табан жарылып кептіріңіздер. Биыл жаз бойы, 23 жылдың жаз бойы мұнан іші кеуіп тұр, тап-таза болып. Кеуіп тұр. Кеше күзде су құйып. Міне қазір нәтижесін көріп отырмыз. Ешқандай балық өлмеген. Өлсе бірден белгілі болатын еді. Өткенде бір февраль айының ақпан айының орта жағында күн қатты жылып кетіп, мына суымыз да жылы, балықтар кішкене секіріп ойнаған екен. Қазір ондай не жоқ. Су салқын. Балықтардың бәрі қолай жағдайда қыстап жатыр. Ал достар, аман сау болыңыздар.